Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі шығарылым әдеттегідей түс жоруға арналады. Бүгінгі тақырып жылан жайлы болмақ. Жалпы түсіңізде жылан көру жақсылық емес. Адамдар шынайы өмірде жыланнан қалай қорықса, түсіңізде де ол өміріңізде болатын кейбір қатерлер туралы ескертеді. Ал енді белгілі ғалымдардың қалай жорығандарына зер салайық. Атақты түс жорушы Ибн Сирин жалпы түсіңізде жылан көру дұшпанның белгісі деген. Егер түсіңізде жыланды өлтіріп жатқаныңызды көрсеңіз, онда дұшпаныңызды жеңудің белгісі. Түсіңізде жылан сізге шабуыл жасаса немесе шақса, онда жауыңыздың сізге деген өшпенділігінің артуының белгісі. Түсіңіздегі өлі жылан сіздің жауыңыз, Алла оның сізге қарсы күшін және де жаман ойын алып тастаған. Түсіңіздегі жыланның жұмыртқалары ең қиын жауларыңыз, ал қара жылан одан да қиын жауыңыз. Тағы да Ибн Сирин өз сөзінде қара жылан көру ол сізбен басқа адамның арасында бір кикілжің болатындығының белгісі деген. Ол кикілжің сізге деген көреалмаушылықтан туындаған. Түсіңізде сары жыланды қуу жұбайыңызбен ұрысуды немесе сіздің қарызыңыз бар екендігін білдіреді. Егер бойдақ қыз түсінде ақ жылан көрсе, онда оның жаулары әлсіз және ауру екендігінің белгісі. Сондай-ақ бойдақ қыз түсінде үйіне кіріп бара жатқан ақ жыланды көрсе, онда оның жақын құрбысының жаман екендігінің белгісі, яғни оның жақын досы қулықпен, ашумен, зұлымдықпен және оған деген өшпенділікпен ерекшеленеді және ол оған барлық жамандық тілейді. Ал егер сол жыланды өлтірсе, онда құрбысының жақсы екендігін білдіреді. Түсіңізде жылан етін жеп отырсаңыз, онда жауыңызды жеңіп, одан рахаттанудың белгісі, сондай-ақ мол байлық табатыныңыздың белгісі. Түсіңізде жыланнан қорықсаңыз, бірақ ол жыланды көрмесеңіз, сізге жауыңыз еш зиян бере алмайтындығының белгісі. Ал егер қорықсаңыз, онда зиян келуі мүмкін. Түсіңізде кішкентай жыланды көру туылатын ұл баланың белгісі. Түсіңізде жылан сіздің артыңыздан келе жатқанын көрсеңіз, онда жауыңыз сізге қастандық ойлап жүр дегеннің белгісі. Түсіңізде бақшаңызда немесе егістікте қаптаған жылан көрсеңіз, молшылықтың белгісі, өнім жақсы болатындығына ишара. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып, астына лайк басып, комментария қалдырыңыздар.